Тосады алдан бір бақыт. Құлшынысымызды қара ағаш сынды қуратып, сары уайымдар мен сабырымызды туратып. Сүрініп кетсек, кетеміз кейде түңіліп, өмір біткендей көңілімізді тулатып. Сабырдың түбі сары алтын деген білсеңіз, өшпесін үміт, тосады алдан бір бақыт. Біткен жоқ өмір, кінәңді Аллам кешірер. Талпына берсең, талай түйіндер шешілер. Бір тамшы тамса, тоқтамай күнде тағатсыз, қайысып жатқан қара тастар да тесілер. Арманың үшін берілмей еңбек етсеңіз, тосады алдан береке байлық несібең. Өмірді сынақ, сыйлық қып күнді қабылдап, өрмелер сәтте өр өзендейін арындап. Жүрсеңіз егер жүнжімей қойдың жүніндей, қаншама қамал, қаншама асу алынбақ. Белес пен билік өздері келіп берілмес. Еңбек етейік, жігерді жанып жалындап. Қысыла көрме, қайғыңды ойлап қазағым, алдыңда бәрі, қойған жоқ ешкім бағыңдап. Қайырлы таң қазағым. Қазағым, қайырлы таң ұйқыдағы, сендерді ойлап көңілде күй тынады. Талайың осы уақытта ұйықтап жатсың, таусылмай тәтті түстей сиқыр әлі. Таңғы нәсіп тәңірден деген екен, ұйықтап жатсаң саған қандай сый қылады. Санасызды қашанда ұйқы басар, іс өрлемей іркіліп сиқы қашар. Өз обалың өзіңе ұйықтай бергін, мақсатың жоқ қайтейін ұйқыңды ашар. Түсінбессің, мүмкін сен түсінерсің, өзім білем деп әлде ісінесің. Ерте тұру бұл парыз дегенмен де, кіріссең жан тәніңмен ісіңе шын. Таңғы ұйқы қияды ырысыңды, берекеңді төменгі түсіресің. Ерте тұрған адамға Алла берер, деп осылай көнеден қалған өлең. Әрбір күнің қайтатын зат емес қой, ұйқыға ойланбастан жалға берер. Күн шуағын сыйларда бізге Құдай, жұмысыңа 100% арна деген. Осылай шын бақытқа жол нұсқаймын, артық сөздер айтылған барма менен. Болады тірі адамның бірісі артық, ерте тұрған адамның ырысы артық. Жан дүние кенеліп қуанышқа, өркендейді, өрлейді жұмыс артып. Мақсатқа жету жолыңда өзіңді шабыттандыра білудің 10 ережесі. Бірінші, өмір өзіңді өзің қамшылаудан, жігерлендіруден, шабыттандырудан ғана тұрса, онда ол бақыт. Сондықтан өзімізді өзіміз шабыттандыра білуіміз керек. Жағымды ойда болыңыз. Ойлағаным болмай қалса не болады, қабілетім жете ме деген сияқты ойдан аулақ болыңыз. Арманыңыздың орындалғанын көз алдыңызға жиі-жиі елестетіңіз. Алдын ала мақсатқа жеткен күні сезіміңіз қандай болады, не істейсіз, сол күннің сценарийін жазыңыз. Екінші, күн сайын жатарда арман мақсатыңыздың орындалғанын елестете білуді әдетке айналдырыңыз. Елестету басында қиын көрінгенмен, бір апта ішінде кәдімгідей жаттығып қаласыз. Есіңізде болсын, не жаттығады, сол дамиды. Үшінші, арман мақсатыңызды сізді қолдайтын адамдармен бөлісіп үйреніңіз. Жарайсың, сенің қолыңнан келеді деген сөзді естіген сайын өзіңізге деген сеніміңіз арта бермек. Төртінші, арманыңыздың альбомын жасаңыз. Яғни алам деген үйіңіздің, машинаңыздың, танысқыңыз келген адамдардың, саяхат жасағыңыз келген қала суреттерін жинап, сізге жиі көрінетін жерге іліп қойыңыз. Бесінші, визиткаңыздың артына мақсатыма уақытында жетсем, осындай мүмкіндіктер алдымнан ашылады, жан рахатын сезінемін, өмірімде үлкен өзгерістер болады деп жазып алыңыз. Визитка күнделікті айнаңыз секілді қалтаңызда жүруі тиісті. Күніне кемінде 10-15 рет визиткадағы жазуды оқып отырыңыз. Алтыншы, ұлы мақсат қойып, соған жеткен алып тұлғалардың өмір баянын жиі-жиі оқып тұрыңыз. Кезіккен қиындықты қалай жеңе білді, сол жайында көп ізденіңіз. Жетінші, жетістікке жету үшін табыс психологиясы бойынша болатын семинар-тренингтерден қалмаңыз. Есіңізде болсын, табысқа бастар баспалдақтың көп бөлшегін семинар-тренингтер құрайды. Сегізінші, тек көңіліңізді көтеретін әуендер ғана тыңдаңыз. Көңіл күйіңізді түсіретін нәрседен өзіңізді алыс ұстаңыз. Тоғызыншы, өзгелердің проблемасын тыңдамаңыз. Өзіңізде ешкімге проблемаңызды айтпаңыз. Проблема – мусор. Әркім келіп проблемасын лақтыратындай, сіз мусорный ящик емессіз. Ешкімде мусорный ящик емес.
Өмірге түңіліп қарайтындардан 10 метрге алыс жүріңіз. Өйткені адамға сынықтан басқаның бәрі жұғады. Сіз сияқты өзгеруге талпынысы бар, өрлеуге деген ниеті мықты адамдармен дос болыңыз. Сіз арман қылған өмір сүру стиліне қол жеткізген адамдармен жиі араласыңыз. Жетем дегеніңізді, жеткеніңізді айтып, ой бөлісіңіз. Кімнен туғаныңа емес, кіммен тұрғаныңа көңіл бөл деген екен ұлылар. 10. Мақсатыңызбен ауырыңыз. Тісіңіз ауырса не болады? Бар ойыңыз ауырған тісті емдетуге бағытталады. Сол сияқты сіздің ойыңыз қалайша мақсатыма жетуге болады дегеннен босамауы керек. Жақсылап шабыттансаңыз, сіздің биокомпьютеріңіз кез келген істің шешімін табады. Ол гарантия. Жазылар жүрек. Сен жүрсің досым, қалжырап қажып күрсініп. Пайда болғанына өміріңде бір сынақ. Бақыт дегенің күресе білу бақыт деп, қайғыра берме ақ жүрегіңді кірсініп. Тозады алдан төзімің жетсе талай күн. Үмітпен соқсын көкірегіңде бар айбын. Сабыры қашып, сары уайым болған серігі, өмір дегенің өмірін алған талайдың. Қайғырма құрбым, қайыры болар әр істің. Түсінем сені, сығырың қайнап зәріштің. Бақытым алыс, қолымнан келмес демеші. Кездері болар, жақындайтында алыстың. Өшіре көрме талпынысыңның ұшқынын. Тоқтатады ғой суығы кетіп қыс күнін. Мықты адамдарға табыс дегенің білсеңіз, қысылып жүріп ырысы үшін ышқыну. Жазылар жүрек жайсыздықтардан, жарадан. Күресе берсін бақыты үшін әр адам. Нағыз бақыт. Ойшылдар аз, бақыт жайлы өз ойларын тізбеген. Қашаннан да пенде жүрек өз бақытын іздеген. Адамбыз ғой, санасының сарқылмайтын сәулесі, өле-өлгенше бақыт жайлы зор үмітін үзбеген. Бақыт жайлы менде де бар қалыптасқан түсінік. Бақытымды менде талай арманымнан іздегем. Сол бақытқа жетем деген ниет болса егерде, бақыт жайлы ойларымды бөлісейін сізбенен. Бақыт деген көпшілікке нәтижесі істердің. Жеміс берер ағаш ексе жемістері піскен күн. Ал егерде ойға алғаны тығырыққа тірелсе, бақыт қашып секілді бір істеу керек істер мұң. Бұл дегенің өкінішпен қайғы кернеп санаңды. Бақыт емес, бақытсыздық батпағына түскен күн. Нәтижеден бақыт іздеу жүдетеді жаныңды. Соғылады сан сойлы нәтижесіз істердің. Маған келсек, бақыт деген мен үшін. Ниет қылып, шын жүректен жұмысымның жемісін. Үрей бермес ойыңа, күш беретін бойыңа, еңбек бақыт мен үшін. Байлық бақыт біреулерге, көбейсе ол қуанар. Қоғамда көп ондай адам ақша артынан шулаған. Бақыт іздеу миллиондардан, миллиардтардан қателік. Мәңгі тұрмас жиған ақшаң, ол да көлдей суалар. Ақша деген келсемін қажеттілік қоғамда. Ақша менен армандарың, қуанышың құралар. Қуа берсең бұл өмірде байлыққа көз тоймайды. Нағыз бақыт негізінде қанағатта тұралар. Әйел ісін сосын барып талап ет. Бейшараның белгілі ғой наз-мұңы, тоқырауы талпыныстың аздығы. Талаптанған тау қопарар деушеді, саналығы сырлы сөздің сандығы. Тоқтамайды ата берер таң күліп, ұлылардың ниеттерін жандырып. Сүмірейген жалқаулар жүр жобасын, ертеңдеумен күннен күнге қалдырып. Еркектерге ердің ісі парызы, қалың елге көп қой оның қарысы. Орындаса олақ ерлер міндетін, әйелдердің азаяды арысы. Әй жігіттер, болмайықшы қара бет, өз ісіңмен еңбегіңді сана тек. Жігіттікті дәлелде де іспенен, әйел ісін сосын барып талап ет.
чемпиондар мен мультимиллионерлердің ұлы қасиеті қандай? Бәріміз кез келген олимпиада чемпионын көрген кезде, кез келген бизнестегі үлкен жетістікке жеткен адамды көргенде өзімізге бір сұрақ қоятынымыз белгілі. Ол мынадай: осы кісі жетістіктерге қандай қасиеті арқылы жетті? Немесе осы кісінің жетістікке жеткізген қандай құпиясы бар екен? Деп бәріміз де секретный формуланы тапқымыз келеді. Мен де міне 8 жыл өзімнің бизнес-тренингтік практикамда түрлі ұлы адамдармен жолықтым. Оның біразы бүгінде достарым, түрлі мықты бизнесмендермен жолықтым, түрлі мықты мультимиллионерлермен жолықтым. Қарым-қатынас жасадым, іскерлік мақсатта, жалпы достық жағынан да қаншама адамдарға көмектесіп, олардың ішінен қаншамасы шын мәнінде үлкен табыстарға жете білді. Көп адамның бірі ретінде мен де сол адамды биікке апаратын, қарапайым спортшыдан олимпиада чемпионын жасайтын, қарапайым кәсіпкерден үлкен миллионер жасайтын, қарапайым әншіден үлкен шоу-бизнес жұлдызын жасайтын қандай қасиет деген сұрақты өзіме жиі қоятынмын. Сол сұрақтың жауабын мен өзім де ұққан сияқтымын. Егер де өзіңіздің бақытты сәттеріңіз көп болсын десеңіз, онда міндетті түрде менің айтқан ақылдарымды орындаңыз. Ол көбісі саналы түрде, бірақ білсе де оны орындамайтын 100% жауапкершілік. Ал енді 100% жауапкершілік дегеніміз не? Ол бірінші, кінәламау. Яғни өзіңнің өміріңде орын алып жатқан сәтсіздіктерге ешкімді ешқашан кінәлауға болмайды. Қарапайым адамдар не істейді? Бизнесі жүрмей жатса клиентін кінәлайды, немесе әріптесін кінәлайды, немесе мемлекетті кінәлайды. Ең соңында кінәлайтын түк қалмаған кезде Құдайды кінәлайды. Құдай, мен саған не жаздым деп. Сондықтан егер де шын мәнінде чемпиондық мінезді өз бойыңызда қалыптастырғыңыз келетін болса, ағайын, ешкімді еш уақытта кінәламаңыз. Мейлі бай болсаңыз да, кедей болсаңыз да, бәріне тікелей өзіңіз кінәлісіз. Яғни сізді біреу алдап кетсе, ол адам сізді алдап кеткен үшін кінәлі емес. Сіз өзіңізді алдап кетуге мүмкіндік бергеніңіз үшін кінәлісіз. Тікелей сіз кінәлісіз. Егер де бір бизнес жобаңызды нарыққа алып келіп, оны нарыққа өткізе алмай жатсаңыз, біздің нарықтың білім деңгейі төмен, немесе нарық оны әлі түсінбейді деп нарықты, халықты кінәлап керек емес. Оған кінәлі тікелей өзіңізсіз. Яғни сіз ол қызмет түрін, немесе ол тауар түрін нарыққа ұсынудың тактикаларын таба алмай жатырсыз. Нарықта оны дамытудың жолдарын таба алмай жатырсыз. Дейл Карнеги айтқандай, мен өзім құлпынайды жақсы көремін, бірақ мен балыққа барғанда балық не жақсы көреді? Сол жайында ойланамын дейді. Яғни кез келген компания өзінің тауарын нарыққа өткізе алмаған жағдайда тікелей ол компанияның өзі кінәлі. Яғни ол компанияның құрастырған маркетингтік жұмысы бұл халықтың деңгейіне келіңкіремейді. Яғни анализ жақсы жүргізіп, тауарды немесе қызмет түрін ұсынудың тактикаларын дамыту қажет. Тура сол сияқты, егер де сіздің үйіңізде жанжал болып жатса, оған әйеліңіз кінәлі емес. Сіз әйел болсаңыз, сіздің ер азаматыңыз кінәлі емес. Қандай жағдай болмасын, оған сіз кінәлісіз. Түсіндіңіз ғой? Яғни чемпиондардың басты қабілетінің бірі, басты чемпиондық мінезінің бірі, олар ешкімді еш уақытта кінәламайды. Олар өзін кінәлайды, содан қорытынды жасайды. Осылайша өзін өзі дамытады. Сіз ойлауыңыз мүмкін, аманжол, мен ол кісіге сеніп қалдым ғой, білгенде өйтпейтін едім, бұлай жасамайтын едім деп. Дұрыс, ол кінәлі емес, сізді алдап кеткен үшін. Сіз өзіңіз кінәлісіз, сеніп қалғаныңыз үшін. Осыны есте ұстаңыз. Егер де сіздің жұмысшыңыз сіздің айтқаныңызды тыңдамай жатса, оған жұмысшыңыз кінәлі емес. Кінәлі тағы да өзіңізсіз. Яғни сіз жұмысшыңызға ол сапалы жұмыс істеуге болатындай жағдай жасап жүрген жоқсыз. Егер де жарыңыз үйіңізде жағдайыңызды жасамай жатса, тағы да оған сіз кінәлісіз. Өйткені сіз ол жарыңызға керемет көңіл-күй сыйлап жүрген жоқсыз. 100% жауапкершіліктің екінші түрі ол не? Ол ешқашан
еш уақытта сылтау айтпаңыз. Яғни бір сөзді уәде етіп, өзіңізге алдыңыз ба? Немесе бір істі істеймін деп уәде етіп алдыңыз ба? Істі бітірудің жолын ойлаңыз. Сылтау айтпаңыз. Істі істейтін адам, істегісі келетін адам, жетістікке жеткісі келетін адам, істі істеудің жолдарын қарастырады. Жетістікке жеткісі келмейтін адам, болмайтын жерден, анау анда екен, мынау мында екен деп, сылтау алып келеді. Түсіндіңіз ғой? Яғни сіз бір компанияда жұмыс істеңіз, мейлі бір компанияның директоры болыңыз, өзіңізге бір істі істеймін деп жауапкершілікті алдыңыз ба? Сыныққа сылтау іздемей, ұйықтасаңыз да, ұйықтамасаңыз да сол істі бітіріңіз. Сонда ғана сізде чемпиондық мінез қалыптасады. Сонда сіздің өміріңіз толық өзгереді. Түрлі жағдайлар болуы мүмкін, сізді алдап кетуі мүмкін, бірақ сіз ол алдауды жоғары қарай өткізбеу керексіз. Яғни ол адамның кесірінен бүйтіп қалдым деп жауапкершілік алған адамыңызға айтпау керексіз. Қайткенде де ол кісіден жауапкершілік алдыңыз ба? Қайтсеңіз де істеп беру керексіз. Сылтау айтпаңыз. Яғни ешқашан, еш уақытта сылтау айтпаңыз. Екінші, ақталмаңыз. Көп адамдардың істейтін қылығы, өзі жайында бір сын естісе болды, бір әңгіме айтылса болды, міндетті түрде, ой, ол ондай емес қой, сіз түсінбейсіз ғой, ол негізі мынадай ғой, анадай ғой деп ақталып кетеді. 100% жауапкершілік дегеніміз ақталмаңыз. Яғни одан да істей алмағаныңызды мойындаңыз. Және әрі қарай дамуға өзіңізге өзіңіз сөз беріңіз. Өзіңіз ойлаңыз. Ішінде шай толып тұрған пиалаға қайта шай құюға бола ма? Жоқ, себебі ол тасып сыртқа қарай төгіледі. Тура сол сияқты ақталу арқылы сіз дамымайсыз. Өзіңіздің болмысыңызды дамыта алмайсыз. Өзіңіздің тұлғаңызды дамыта алмайсыз. Ол мүмкін емес. Міндетті түрде өзіңіздің көз қарасыңызды ақтап, жақтамай, басқа адамдардың да көз қарасын қабылдауға өзіңізді өзіңіз үйретіңіз. Негізі ақталмаудың ең дұрыс жолы іс тапсырылды ма, істі жауапкершілікпен алдыңыз ба, орындаңыз. Болды. Сол кезде сіз жеңімпаз боласыз. Сол кезде сіз чемпион боласыз. Ұялмаңыз. Өйткені көп адамнан еститінім, ой, істейін десем ұят қой. Ал лидерлік көзқарас, жауапкершілік көзқарасы дегеніміз, істі міндет қылып алдыңыз ба, істеңіз, ұялмаңыз. Керісінше, сол істі істейтін адамның алдында емес, сол істі істеймін деп жауапкершілік алған адамның алдында андай боп қалды, мұндай боп қалды деп сылтау мен кінәлау жинап барғанға ұялыңыз. Керісінше, бизнес істеуге көшеде жүргенге қарағанда, одан да өзіңіздің жағдайыңызды нашар боп жүргеніңе ұялыңыз. Сонда ғана ішкі намысыңызды қоздырасыз. Сонда ғана ішкі жігеріңізді қоздырасыз. Осыны есте ұстаңыз. Ешқашан, еш уақытта өтірік айтпаңыз. Адам өзінің сол істі істей алатынын біледі. Қолынан келетінін де біледі. Бірақ жанын қинағысы келмей, әріптестеріне, командасына уақытым болмай қалды, андай болды, басқа болды деп өтірік айтады. Сондықтан ағайын, өтірік айтпаңыз. Ешқашан. Істей алмадыңыз ба, істей алмадым деп айтыңыз. Уақытыңыз болмады ма, тағы да мойындаңыз. Өзінің кінәсін мойындай білу, өзінің әлсіздігін мойындай білу дегеніміз үлкен ерлік. Ешқашан, еш уақытта бүгін істеймін деп қойған істі келесі күнге қалдырмаңыз. Бірақ қазақта жаман әдет бар, ештен кеш жақсы дейді. Бірақ Абай айтпақшы, еріншектің ертеңі бітпес. Күнде ертең деп қалдыра беретін іс істелінбейді. Өйткені ағылшындық философиямен қарайтын болсақ, бүгін істелу керек істі келесі күнге қалдыру, ол істің тікелей күшін жояды. Ол істің мотивациясын жояды. Істі ертеңгі күнге қалдырудың тағы бір үлкен қателігі, ол адамда өзіне деген сенімсіздік пайда болады. Мысалға, сіз бір досыңызға уәде бердіңіз. Әлде сізге бір досыңыз уәде берді делік. Бір жобаны осы күнге дейін бітіріп беремін деп. Бітіріп берген жоқ. Келесі жолы ол кісі сізге тағы уәде берді. Бітіріп берген жоқ. Үшінші жолы сіз ол кісіге қаншалықты сенесіз? Әрине, сіздің ол кісіге деген
кредит доверияңыз төмендейді. Келесі жолы сіз оған бір істі тапсырғыңыз келмейді. Өйткені ол кісі өзінің кім екенін көрсетті. Тура сол сияқты біз өзімізге күнде қаншама уәде береміз. Мына жол істеймін деп, ал бірақ істемейміз. Сондықтан өзімізге уәде беріп, өзіміз істемегендіктен бізде ішкі сенімсіздік қалыптасады. Осыны еске ұстаңыз. Сондықтан міндетті түрде бір істі істеймін деп өзіңізге жоспар жазыңыз. Және оны сол уақытта істеңіз. Екінші күнге қалдырмаңыз. Әр күннің өз несібесі бар. Тура сол сияқты бір күннің істелінетін өз ісі бар. Ол іс екінші күнге қалдырмау керек. Енді ағайын, осы мен айтып кеткен 6 нәрсені ұстанатын болсаңыз, сізде шын мәнінде 100% жауапкершілік болады. Және сіздің өзіңіз бен өміріңіз жағымды жаққа өзгереді. 100% жауапкершілік алу арқылы не ұтатыныңызды білесіз бе? Сіз өзіңізді өзіңіз дамытасыз. Мысалға, отбасындағы жанжалға әйелін кінәлаған ер азамат ол дамымайды. Әйелім ақымақ деп жүре береді. Ал егер де ол өзін кінәлап, өзіне өзі болашақта біздің отбасымызда осындай жағдай болмау үшін мен не істеу керекпін деп сұрақ қояр болса, ол еркек әйел адамның психологиясын зерттей бастайды. Әйеліне көңіл бөле бастайды. Жанжал тумаудың жағдайын қарастырады. Компанияның президенті немесе компанияның директоры бір бөлімнің менеджерін кінәлауы мүмкін. Жұмысты дұрыс істемедің, клиенттер азайып қалды деп. Ол формальны кінәлайды. Ал егер де ол чемпиондық мінез танытып, менеджерді кінәламай, керісінше бар кінәні өзінен іздеп, ол менеджер жұмысын жақсы істеу үшін мен не істеу керекпін деп сұрақ қойса, менеджердің жұмысын дамыту үшін түрлі шаблондар, түрлі стратегиялар ойлап табады. Осы арқылы өзі де дамиды. Тура сол сияқты, егер де сізді көшеде біреу ұрып кетсе, кінәлі олар емес, кінәлі сізсіз. Яғни сіз өзіңізді ұруға мүмкіндік бердіңіз. Егер де сіз сондай жағдайда өзіңізді кінәлайтын болсаңыз, келесі жолы таяқ жеп қалмауға тырысып, спорт залға барып, жаттығып, өзіңізді өзіңіз шынықтырасыз. Сондықтан есте ұстаңыз, 100% жауапкершілік дегеніміз ол өмірлік табысыңыздың, өмірлік жетістіктеріңіздің 100% гарантиясы.